Onlinebank.те қызметкерге жалақыны қалай жіберуге болады? Басты мәзірде операциялар бөліміне өтіңіз. Жалақы төлеу батырмасын таңдаңыз. Алушының банктегі шотын және оның БСН нөмірін көрсетіңіз. Соманы есептен шығару үшін шотты таңдаңыз. Төлем мақсатының кодын көрсетіңіз. Төлем мақсатын толтырыңыз. Қызметкер қосу батырмасын басыңыз. Тізімнен қызметкерлерді таңдаңыз. Таңдау батырмасын басыңыз. Егер қызметкерлердің шоттары әртүрлі банктерде болса, төлемді әр банкке бөлек жіберіңіз. Қол қою батырмасын басыңыз. Деректерді тексеріп, төлемге қол қойыңыз. Растау батырмасын басыңыз. Дайын төлемге қол қойылып, банкке жіберілді. Төлем күйін басты беттегі операциялар бөлімінде тексеруге болады. Күйді тексеру үшін төлемді басыңыз.